Әрбір өзін құрметтейтін бала кішкентай кезінде папасының алдына отырып машинаны айдағанша жай ғана рульді бұрып отырғанның өзі кішкентай бала үшін өте қызық еді. Бәріміз кішкентай кезімізде автокөлік айдағымыз келген. Бір сәтте автокөлік ашық, ал папам жоқ екенін байқап, машинаның ішіне отырып рульді ары бері бұратынбыз. Бір сәтте осыдан кейін автокөлікті құртып алдым деп ойлайсың. Бүгінгі видеода мен сендерге қалай машина айдағаным туралы оқиғаны айтып беремін. Егер видеоны ұнаса, әрине лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Бастаймыз! Бұл оқиға болғанда менің жасым примерно 5 немесе 6 еді. Мен автокөлікті кішкентай кезімде айдадым. Прям айдаған жоқпын, көресіңдер ағалай. Сол күні менің папамды жұмысына шақырады. Бір клиенттермен сөйлесу керек па, бірдеңке болып қалды. Осыны естіген мен әрине барғым келді. Папамның қалайда көндіріп бардым. Мен кішкентай болған соң сол жақты көріп, жаңа локацияны қарай бастадым. Бірақ уже біраздан кейін ішім пысып папам жанына келдім. Тұрмын, ойлаймын, қашан қайтамыз? Папамның жанына қарап, қашан қайтамыз деп сұрайын деп қалғанда, папамның қалтасынан көрініп тұрған машинаның кілті байқадым. Сол сәтте, давай папамды күтпей, машинаның ішінде отыра берейін деп шештім. Мен папамның қалтасынан кілтті алып кеттім, как ниндзя. Білмеймін, папам бұны байқады ма, байқаған жоқ па, бірақ бар білетінім, бұл оның ең жаман қателігі. Кілт алып, көліктің жанына келдім. Көлікке отырып кілтті салып, оны бұра алмай жатырмын. Бір айтарым, ол автокөлік механика едім. Кішкентай кезінде мына 3 педальды басында газ, тормоз артқа деп ойлайтынмын. Коробка вообще білмегем. Кілтті бұра алмай отқан мен бір сәтте оны бұрамын. Осылай мен автокөлік айдағым боладым. Әрине ұзақ емес, ұзақтау айдадым. Ал сендер қалай автокөлік айдадыңдар? Комментарийға жазып кетіңдер, мен обязательно оқимын. Ал сіздермен болған Олжас Тоқабай каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.